сәлеметсіздер ме достар? Қожа Насырдың өлген қазан деген хикаясын бірге тамашалайтын боламыз. Бір күні Қожа Насырдың үйіне қонақтар келеді. Қожа Насырдың қазаны кішкентай болған соң көрші үйдегі байға барады. Байеке, қазаныңызды бере тұрыңызшы дейді. Бай қимай әрең береді. Келесі күні Қожа байдың қазанының ішіне өзінің кішкентай қазанын салады. Байға барады. Байеке, қазаныңыз қазан туды дейді. Туған нес дейді. Бай. Ертесіне тағы Қожа Насыр келеді. Қазаныңызды бере тұр. Байеке, қазаныңызды беріңізші дейді. Тағы да көбейетін шығар деп бай бергенде, бір күн өтеді, Қожа Насыр әлі бермеді, 2 күн өтеді, әлі бермеді. 3-ші күні бай Қожа Насырдың үйіне барады. Қожеке, менің қазаным қайда дейді. Сіздің қазаныңыз өліп қалды дейді. Өлген нес дейді. Туа білген қазан өле біледі дейді. Келесі хикаяға көшейік. Бір күні Қожа Насыр мен әйелі дастархан басына отырса, Қожа Насыр әйелінің орамалдан шығып қалған шашын көреді. Бисмилlah, енді отырып шай ішсек болады дейді. Қожеке, онсыз да жеке отырып шай ішсек қой дейді. Сенің орамалдан шыққан шашың періштелерді кетір. Ал менің бисмилlah деген сөзім шайтанды кетірді. Енді жеке отырып шай ішсек болады дейді. Келесі хикаяға көшейік. Бір күні Қожа Насыр күндердің күнінде көршісінің үйіне барады. Кесемен шай ішіп отырған кезде көршісі санап отыр екен. Қожеке, енді бір шыны ішіп алың десе, мені 100 шыны ішетін мешкей дейсің бе дейді. Сондай қызға ме, иә достар? Сау болыңдар достар.